Ассалаумағалейкум, аман сіз ба, аты жөнім Арман Құдайберген. Неге Кз медиа порталының апталық жұмысында шолуды бастаймын. Осы аптаның ең басты жаңалықтарының бірі азаматтар зейнетақы жинағындағы қаржысын енді пайдаға асыра алады. Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына жолдауында осы мәселе көтерілді. Осыған дейін талай әңгіме болып келген зейнетақы жинағы енді азаматтардың игілігі үшін жұмыс жасайды. Ол қалай? Қысқаша айтар болсам, 2021 жылдан бастап 700 мыңға жуық қазақстандық зейнетақы жинағында жиналған қаржының белгілі бір бөлігін, осы ретте қайталап айтамын, белгілі бір бөлігін, мына әлеуметтік желіде есептік көрсеткіш бойынша жас мөлшермен қаржы көрсетіліп жүр ғой, сол белгілі бір мөлшерін баспана алуға, емделуге және мынау қаржылық ұйымдардың белгілі бір акцияларын сатып алу үшін пайдаға асырылады. Бұл жайында Неге Кз порталы толыққанды бірнеше сараптама мен арнайы ақпараттар жариялаған, оны сайтымыздың экономика және ел айдарларына кіріп оқи аласыздар. Маусым айының 18 күні вице-премьер Ералы Тоғжанов Фейсбуктегі парақшасында жағдай осылай болып қалды, оқшаулануға тура келіп тұр деп ковид жұқтырғаны жайлы жазба қалдырды. Арадан 4 күн өткеннен кейін Қостанай облысы әкімі Архимед Мұхамбетов те Инстаграмдағы парақшасында: құрметті қостанайлықтар, сақтанып жүріңіздер. Мен де ковид жұқтырдым, ендігі жұмысымды қашықтан жалғастырамын деп жазды. Жалпы пандемия кезінде коронавирус шендімен шекпеніне баймен бағланды айналып өтіп, ешқандай қырын қараған жоқ. Сол кездегі денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов, Алматы облысының әкімі Амандық Баталов, тіпті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев та коронавируспен ауырып шықты. Неге Кз порталы ковид жұқтырған лауазымды тұлғаларға хат жолдап, қандай хаттамаға сай емделіп шыққанын сұраған болатын. Осы ретте Ералы Тоғжанов пен Архимед Мұхамбетовке бірдей хат жолданды, бірақ екеуінен екі түрлі жауап келді. Вице-премьер Ералы Тоғжанов қандай хаттамаға сәйкес емделгенін барлығын бүкпесіз ашықтан ашық жазса, Архимед Мұхамбетов бұның емінің құпия екендігін жазып жіберген екен. Осыған байланысты Неге Кз тілшісі арнайы сараптама жазған еді. Оқып көрем десеңіздер, сайтымыздың бас тақырып айдарында тұр. Тағы бір сүйінші жаңалық. Ішкі істер министрі Ерлан Тұрғымбаевтың бұйрығына сәйкес енді оралман сөзі қандас болып өзгертілді. 2021 жылдың қаңтар айынан бастап қандас тіркесі ресми түрде күшіне енеді. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы жолдау жасағанға дейін Неге Кз порталында құпия құжат күзде төтенше жағдай қайта орнауы мүмкін деген мақала жарияланған еді. Негенің апталық шолуын көріп жүрген тұрақты көрермендер болса, өткен шолуларда біз осы мақалаға тоқталып талдап өткен болатынбыз. Жалпы мақалада не айтылады? Күзде төтенше жағдай орнауы мүмкін. Бұл жайында арнайы құпия құжат бар. Ол құпия құжатта бізге белгісіз көптеген нәрселер болатындығы жайлы алдын ала жазылып қойған деген сынды мәтін болатын. Осыған байланысты Неге Кз порталы денсаулық сақтау министрлігіне арнайы хат жіберді. Вице-министр Людмила Бюровековадан жауап та келіп үлгерген екен. Оны тілшілеріміз талдап, сіздерге түсінікті тілде жеткізген еді. Неге Кз порталын оқи жүріңіздер. Осымен апталық шолуды тәмамдаймыз. Келер аптаға дейін аман болыңыз. Құдай берген армандар орындалсын.